Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге осы 4 подгузники трусикидің обзорын жасап, және де шынайы отзывты айтатын боламын. Ал ендеше алдымен мұндағы Senso Baby'ді ашып қарағандағы көрінісі міне осындай. Келесі бізде Mellow подгузнигі. Ішін ашқанда жоғарыдан осылай ашамыз. Ішінде осындай подгузниктер. Сонан соң келесі бізде Takisan. Бұл бізде трусики 9-17 килограммдық салмақтағы балаларға арналған. Бұл да жоғары жағынан ашылады. Ішінде 40 штук бар. Осындай түсті, яғни ақ, осындай түрлі түсті суреттері бар. Мұндағы 48 штук Mellow'ның ішінде 12-17 килограммға арналған. Келесі бізде бестік, яғни XL тәрізді 9-17 килограммға арналған Yumiko. Яғни көріп тұрғандарыңыздай, бұл жердегі подгузник трусикидің барлығы жапондық, яғни сол фирмаларда шығарылған, себебі олардың сапасы өте жақсы, барлықтарыңыз білетіндей, және де бағалары қолжетімді. Ал енді ішін ашып қарап көрсететін болсақ, мұндағы Mellow подгузнигі осылай. Мен негізі өзім қолданатын осы Mellow подгузнигін қолданам постоянно, күнделікті. Сонан соң өзім басқа түрлерін алып, балама кигізіп көрейін дедім, яғни кішкене арзандау-ларын. Mellow'ға қарағанда бағалары кішкене қолжетімді. Басқа да жапондық подгузниктерді көрейін деп. Мұндағы Yumiko'нікі, ал енді Takisandікін ашып қарайтын болсақ, яғни 9 бен 17 килограмм, 12 мен 17 килограмм арасындағылар бұл бестік немесе XL деп осылай белгіленетін болады. Takisan көріп тұрғандарыңызда XL деп тұр. Келесі мұндағы Senso Baby деген. Senso Baby'дің өзін тоже трусикин заказ бердім. Бұл жерде айырмашылығы жаңа кішкентай осындай упаковкада болады, үлкен упаковкасы жоқ екен. Бір упаковкада 24 штук болады, және де бұл сандық реттікпен 5. Ал ендеше өзіме өте қатты ұнайтын Mellow'ны, яғни XL размерін қарайтын болсақ, подгузнигі осындай беліндегі резинасы, іші осылай аппақ, жұмсақ, және де жұқа. Қатты жұқа емес, бірақ жұқа. Ішкі структурасы міне видеода көресіздер. Сыртынан мынандай сандары бар, 1-2-3 деген, яғни балаға киіндірген уақытта подгузникті жабыстырасыз ғой, мұндағы несін. Размерімен жабыстырғанға ыңғайлы да, қай размерді киіп жүргеніңіз, қай жерге жабыстырып белгілеп қойғаныңыз өте удобно бір жағынан қарасаңыз. Жалпы айтқанда, бұл подгузник маған өте ұнайды, қатты ұнайды. Мұндағы индикаторы да бар. Келесі бізде Yumiko. Yumiko енді бұл 9-17 килограммдық балаларға арналған 5 деген санмен белгіленген. Бұда да индикаторы бар. Жалпылама жұқа, резинкасы да жақсы екен. Сонымен қатар мұндағы санындағы жаңағы нәжісті ұстап тұратын резинкаларда жұмсақ, жақсы екен. Артық суреті жоқ. Аппақ киіммен киіндіргенде аппақ болып тұрады. Ішкі структурасы Mellow'ға ұқсайды. Бірақ кішкене ерекшелік бәрібірде байқалады. Мұндағы индикатор мен мұндағы наклейкасы бар. Толған кезінде жаңағы орап тастайтын. Келесі Takisan. Takisanды көріп тұрғандарыңыздай түрлі түсті суреттермен жаңағы өзінің размерін XL деп жазып қойған. Наклейкасы бар артында көріп тұрғаныңыздай. Бұның да резинкасы жақсы созылады, Мұндағы сан аяқ жағындағы жапқыштары дейма не дейді. Жалпы қорғаныштары бәрі жақсы. Жұқалығы жаңағы Yumiko'мен бірдей. Қатты қалың емес, ішкі структурасы өте қатты ұқсайды Yumiko'ға. Және де қалай айтсам екен, үлкендігі жалпы бір-біріне ұқсайды, салмағы да, түрі де негізі ұқсайды структурасы. Келесі бізде мұндағы Senso Baby. Senso Baby'ді көріп тұрғандарыңыздай кішкентай, жұқа. Бұл жерде 5 деген реттік саны бар. Және де индикатор сызығы бар, бірақ көрінбейді. Мұндағы наклейкасы толған кезінде қолданатын. Резинкасы тонкий екен, және де жіңішке, размер кішкентай сияқты. Мұндағы несі
басқаларға қарағанда, бірақ мен сол размерді алғанмын. Ал енді ішін қарайтын болсақ, бұл жерде структура кішкене бөлектеу, яғни ешқандай узор несі жоқ, теп-тегіс, тек аппақ теп-тегіс. Бұл енді жаңағы жоғарыдағы Такисан, Юмико Молодан ең арзан түрі осы. Алып көрейін дедім, балаға кигіздіріп. Көріп тұрғандарыңыздай кішкентай, көлемі былай қарасаңыз 5-тік, дәл Юмико сияқты 5-тік санмен реттелген. Және де XL деген бұл Мелоға ұқсайды, мына Такисан екеу. Негізі қатты ұқсайды бір-біріне бұларда. Бірақ кішкене айырмашылық бәрібір де байқалады. Енді келесі видеода қазір біз осы подгузниктерді балаға киіндіріп, яғни ішін толғаннан кейінгі түрін көрсететін боламын. Алдымен міне Мелодан бастайын. Мелода міне осындай индикаторы көк сызыққа түсін өзгертеді. Және де іші өзін жаңағы комочки дейма, онда ешқандай жиналмайды. Жалпы мына резинкасынан көріп тұрған шығарсыздар, байқап ұстайды. Жаңағы сұйықтықты жақсы ұстайды. Бала сүйсе де тышса да негізінде өте жақсы ұстайды. Тағына бұның бағасы да негізі жақсы, бірақ Юкасанға қарағанда қол жетімді әрине. Юкасан кішкене қымбаттау. Сондықтан біз Мелоны қолданамыз. Сіздерге жалпы көрсетейін деген, осылай жалпы мысалы салфетка қойып тексеріп қарайтын болсаңыз да, бала сүйіп болғасын памперсті ауыстырар кезінде құрғақ. Жалпы 30 минуттай өткен шығар енді бұтында жүргеніне, сүйіп қойғаннан кейінгі уақыт айтайын деген ғой. Салфетка құрғақ. Келесі бізде Юмиконы көріп тұрғандарыңызда аппақ, бірақ іші толған кезінде индикатор көк сызыққа боялады. Мұндағы наклейкасы кішкене босап қалыпты, яғни қатты ұстамай тұр, көріп тұрғандарыңыздай. Ал егер де оны жыртып қарайтын болсақ, кішкене күш салмақ салу керек. Кішкене қатылау екен. Көріп тұрғаныңыздай видеода оңайлықпен жыртыла қоймайды. Іші тоже жаңағы Мело сияқты ғой, енді былай айтқанда. Тоже 30 минуттан кейін или 20-25 минуттан кейін осылай тексеріп қарайтын болсаңыз, мысалы баланы бұтынан шешіп қарасаңыз, осылай сұйықтықты ұстап қалған жақсы өзінде. Кішкене бар енді былай дымқылдық, бірақ когда салфеткамен істегенде салфеткаға жұқпайды. Жалпы 10 деген балдың 8 деген қойсақ болады. Себебі жаңағы жыртып алатын кезінде кішкене салмақ салу керек, және де мұндағы наклейкасы қатты ұсталмайды екен артында. Келесі бізде Такисанға қарайтын болсақ, бұл жерде индикатор тоже көк түске айналған. Наклейкасы өзінің қалпында тұр. Жалпы резинкасы бәрі жұмсақ жақсы. Қазір сіздерге оны жыртып қарап көрсетемін. Көріп тұрғандарыңыздай наклейка орнында тұр. Бұғанда кішкене күш салмақ қажет, бірақ қатты емес. Юмикодағы сияқты қатты көп күш әсер етпейді, бірақ кішкене жырту үшін әрине кішкене күшті талап етеді. Енді ішкі структурасын қараймыз. Бұл жерде деді көріп тұрғандарыңыздай ешқандай несі, қалай айтсам екен, комочки ма сондай несі жоқ, бір тегіс таралған сұйықтық. Және де салфеткамен тексеріп қарайтын болсаңыздар, оң жақсы, яғни 10 деген балдың 9 деген балын берер едім. Бұл Такисан деген маған ұнады жалпы айтқанда. Және де орап қойған кезінде наклейкасы өз орнында ұсталып сақталып тұр, және де кейін жақсы жабысып қалпын сақтап тұр. Келесі бізде Senso Baby. Мұндағы индикатордың сызығы тоже жасыл түске боялды. Жасыл көк, жасылға да ұқсайды. Жалпы алғанда бұның мына жеріндегі резинкасы оңай шешіледі екен. Көріп тұрғандарыңыздай, мұндағы менің балама, 12 килограммдық балама негізінде бұтына кішкене жабысып тұрды. Сондықтан көріп тұрғанымыздай видеода іші полностью толып кетті. Бір минусы бұл жерде жаңағы дымқылды ұстаған кезінде не істейді екен.
жаңағы құрғақ болып тұрмайды екен. Салфетканы қарадым, құрғақ емес, кішкене дымқылданып қалды салфетка, бірақ мұндағы наклейка астын жақсы ұстап тұрады екен. Сонымен оған мен 10 балдың ішінде 7 деген балл қойдым Sensor BB'ға. Обзор ұнаған болса лайк басып, комментарий жазуды және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.